Жоқта біраз бір жаңалықтар болыпты. Мысалы, мына жігіттің 2 қызы бар дегенді естіп жатырмыз. Үшеу бізде. Екеу аз деп қойсаңыз. Жоқ, ондай емес. Ол кезінде өтіп кеткен әңгіме. Тағы тыққан қыздарыңыз жоқ па? Тыққан қыздар жоқ. Шығып тұрмай ма ертең? Жоқ. Сонымен таныстық. Өткен қатып қалған нәрсені қайтып кетіп алдық. Таныстықты тоқтамауына әрекет жасап жатсыз ба, әлде сізге қалай? Әрекет. Әлде запастағы қыздарым бар деп ойлайсыз ба? До конца сол. Мен бір адам жақсы көретін болсам, маған запас деген әңгіме болмайды. Андай болмайды негізі. Просто ол кездері базар қандай кішкене жылдысымақ болып қалдым ба, көтере алмай қалдым. Мойындайсыз. Бүгін міндетті түрде эфирді көріңіздер, себебі білеміз таныстық тоқтай ма жоқ па. Айнұр, қалайсыз? Көңіл-күйіңіз қалай? Үйтіп айтам деп ойламаппын. Мен жоқта қандай, не білдірдіңіз, қандай жаңалықтар бар? Болды. Білдірмедім. Үміткер келді маған айтпақшы. Жап-жақсы жігіт, жұмыс сол. Ұнап отыр. Оны айтпаймын мен. Оны айтпайсыз. Мәз болып кетеді, а то ол құпия болып қалсын. Мен бүгін андай сұрақ қояйын деп тұрмын. Қыздардың, жігіттердің жұмысы деп жұмыс бөліне ма? Мысалы, көбісі айтады ғой, ауыр жұмыстарды жігіттер жасау керек. Негізі бөлінеді деп ойлаймын. Бірақ сіз оған қатты бір қарамайтын сияқтысыз. Типа жасап жүре беремін ба? Мысалы, сіз ремонт сияқты дүниелер. Адам жасаған адамның қолынан келеді, бірақ дегенмен все-таки енді табиғатпен ер адамдар мықтырақ болып келгеннен кейін кішкене ауыр жұмыстарды ер азаматтар өздеріне алса, қуанар едім. Мысалы, сондай бір ер адамдардың жұмысын жасап көргенсіз ба? Мысалы, шөпке бару, отын жару. 16 жасымда өзім бұрыннан еңбек бригадир емес, кәдімгідей, ағамда, ол мектеп бітірген уақытта мен бір 7 классында оқып жүрген кезім ғой. Сонымен анау менен көп ақша тауып қояды деп жанталасып, сонымен бірге барып, жоқ мен істей аламын деп, кәдімгі стройка бар ғой, соған кіріп мынандай қап-қара болып қалған бір, еще ол университет па бірдеңке болған, бүйтіп кіріп мынандай қараларын қырғам, и козел ма, соның үстіне шығып істейсің ғой оны. Соны уже кешке дейін жылап деп тұрғаным бар. Еще одан түсем деп мен козелдан батарейканы басып, батарейкадан су шашылып, ақыры сонда еңіреп, в общем. Ақша алдыңыз ба? Ақша алған жоқсыз ба? Алған жоқ, потоп қалып кеттім ғой ана жерін, қайда ақша болды осы. Содан кейін стройкаға жолаған жоқпын деп айта алмайсыз, бірақ әлі күнге дейін. Жоқ, енді сол бір күн стройка істей көрген, сол қараңғырам деп батарейканы атып кеткенім бар, болды ғой сонда. Содан кейін биге кетіп қалдым десең. Нұрзат, сіз қалайсыз? Жақсы, өзіңіз. Сізде қандай жаңалық бар? Бізде жаңалық жоқ, үміткер тасып отырық. Үміткеріңіз әлі келген жоқ? Келмеді. Құрметті оқырмандар, неге келмей жүрсіздер? Нұрзаттай жігітке үміткер болып келіңіздер. Сіздер күтіп жатырмын мен сіздерді. Сіз вообще мен сізді сағынып кеттім. Түсірмейді вообще. Міндетті түрде Нұрзатқа үміткер болып келіңіздер, сіздерді күтеді. Енді сіздің талаптарыңыз қатты қиын болып жатқан шығар қыздарға. Талап емес қой. Енді кішкене ұялатын шығар енді. Талабым мен мынандай. 18-ден 23-ке дейін ғана. 23-ке дейін ажыраспаға үйленбеген болса болды. Әдемі болса болды. Енді жаңағы уақыттар болмай қалып жүрген шығар, деңгейлерін дұрыстауға. Білмеймін ғой. Мен айтып, Айбат мырза, сіз қалайсыз? Көңіл-күйіңіз қалай? Жақсы, амансыз ба? Өзіңіз қалыңыз қалай? Сізді көрмеген көп болды. Бүгінгі сұрақ бір сізге кішкене қатысы барлау сұрақ болып тұр. Көбісі айтады ғой, неге ер адамдар шаштыраз болып, бет әрлеуші болып жұмыс жасайды деп. Сіз қалай ойлайсыз, солай әйелдің жұмысы, ер адамның жұмысы немесе мамандыққа келгенде солай бөлуге бола ма? Жоқ, болмайды. Мамандық бөлінбейді. Нәпақа, нан деген табу бөлінбейді. Еңбекқорлық қана болу керек, болды. Тек қана жалқау адам, болмаса пысық адам деп қана бөлуге болады. Сен бұл өмірде есектің артын жусаң да, тазаласаң да, нан табу керексің. Мен үшін бөлінбейді. Еркектік қасиетім бар, андай бір басқаша бір көгілдір түс емеспіз, Аллаға шүкір. Сол қолда білекте күш бар, жақсы. Ер адамның жұмысында жақсы атқара аламын деп айтты. Любой машина, любой ет, анау құтырлап берем ғой. Барыс мырза, сіз қалайсыз? Көңіл-күйіңіз қалай? Саламатсыздар ма? Сізде қандай жаңалық бар? Қандай өзгеріс болып жатыр? Мен енді үлкен өзгеріс болып жатқан жоқ. Жақсы демалып келдім, демалыс күндері. Енді үміткерімді күтіп жатырмын. Үміткеріңіз қайтып кетті? Үміткерім қайтып кетті. Қайтардыңыз.
қайтарған болатынбыз. Енді жаңа үміткер сізді күтем, келіңізші. Иә, жаңа үміткер міндетті түрде қыздар келіңіздер, Барс мырзаға сіздерді күтеді. Сіздерді емес, сізді ғана күтеді. Bir жан келсе, иә, сізге лайықты. Именно мына қыз күтем. Иә, дәл осы сторис көріп отқан қызға сәлем жолдаймыз. Сіз қалай ойлайсыз, ер адамдардың, әйел адамдардың жұмысы деп бөлуге бола ма? Мен ойлаймын, қазіргі заманда 21 ғасырда болмайды ау соны. Ал әйел адамдардың сондай құрылыс сияқты жұмыстарға араласқанына қалай қарайсыз? Негізі дұрыс қараймын, өйткені әр адам өзінің сүйікті жұмысымен айналысқан дұрыс деп есептеймін. Мысалы, сіз әйел адамдардың жұмысын жасап көргенсіз ба? Қол жуу, еден жуу дейміз ғой. Әрине, көрген болдым. Сиыр сау деген сияқты. Сиыр сауып көрмегем, бірақ әйел адам ыдыс жуу деген сияқты. Жұмыстар, тамақ. Мен тамақты өзім жақсы жасаймын. Қай тамағыңыз дәмді шығады? Қуырдақ дәмді шығады қазанда. Қазанда. Иә, Барс мырза да бөлмеймін дейді, ер адамның да, әйел адамның да. Кір жуа бересіз, иә? Енді қазір машинка жуып, мен енді жалғыз тұрғаннан кейін мен бәрін өзім істеймін. Құрметті оқырмандар, жаңалықтың бәрі Нұрайда сияқты. Нұрай, сіз қалайсыз? Көңіл-күйіңіз қалай? Сіздің жүрегіңіз сонымен бос болды ма, болмады ма? Бос болды, үміткер қабылдадым. Қабылдадыңыз. Бос болып шықты ма? Жалпы екінші әйел болу дегенге қалай қарайсыз? Жоқ, жағынан қараймын. Тоқал деген темаға. Қарсымын ондай нәрсеге. Қарсысыз. Ал екінші, өзіңіз бірінші бәйбіше болып тоқал алып беруге қалай қарайсыз? Олай да қарсы. Тек ол адамды, ол қызды жоқ қылу керек, е? Ол жігітте мен жалғыз болу керекпін. Ол менде жалғыз болу керек. Болмайды дейді, білмеймін.